беріңіздер, тоқтатыңыздар ана видеоны. Удалитіңіздер, қарамаңыздар вообще. Эми бул видеону сиз дагы көрөсүз. Хан аты менен белгилүү болгон казакстандык тамада аял менен жыныстык катнаш кылып жатып, видеого өздөрүнү тартышкан. Ал видеону тамаданын жардамчысы телефондон уурдап интернетке жайылтып салган. Тамаданын жардамчысы кармалып 7 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бул видеону YouTube'га жайгаштырууга болбойт, өтө ачык тартылган. Сиз бул видеого лайк басып, биздин WhatsApp номерге жазсаңыз, автоматтык түрдө видео сизге жетип барат. Жанагы хан асаба маселеси боюнча көп кишилер жазып атыр да, бәке ол искусственный интеллект эмес, олар шынымен де сондай видео түсірген деп. Біліп отырмын, шынымен де түсірген, өздері де айтып атыр ғой парақшаларында. Для себя түсірген біз, интернетке саламыз деп ойлаған жоқпыз. Мобилограф салып жіберді деп айтып атыр ғой. Вот соны изначально мойындамау керек еді. Біз туралы мынандай видео тарап атыр, біреу искусственный интеллект арқылы жасап таратыпты деп, мысалы гример шақырып, денесіне, ана хан денесіне бір жеріне шрам салғызу керек еді да. Әйелін мысалы иығына бір постоянно көрінбейтін бір жеріне қалдың суретін салғызу керек еді да. Міне мен мына жерінде шрам бар, әйелім мына жерінде қал бар. Ана видеода ондай нәрсе жоқ. Так что сенбеңіздер деп мойындамау керек еді изначально. Я қателікті мойындаған дұрыс, кешірім сұраған дұрыс. Ну, мына мәселеде мойындамаған ол күнә емес шығар деп ойлаймын. Енді байқаусызда интернетке кетіп қалды, осындай проблемаға тап болдыңдар. Енді осынан шығудың несін ойлау керек қой енді. Осылай шығуға болатын еді деп ойлаймын да. Гример шақырып, неғып, грамотно өйтіп. Бір видео салу керек еді да, бұл біз емес, сенбеңіздер деп. Искусственный интеллект деп. И одан кейін дым білмеген адам сияқты бұл туралы вообще видео түсірмей, тренировкаңа барып, залыңда жүріп, тойыңды жүргізіп, дым білмеген адам сияқты жүре беру керек еді. Келіншегіңе жыламау керек еді. Біз туралы мынандай видео шығарыпты, ой, адамдар қатырады деген сияқты, дым болмаған сияқты өсіп шығып кету керек еді бұл ситуациядан. Енді жаным ашып атқаны, ана кісілерге жаным ашып атқаны ғой. Енен жүрегі чыдаш қиын екен. Сіздерден көптен көп сұранабыз. Апалар, аталар, әжелер жардам берілечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.